Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге өте оңай дайындалатын оладьидің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге қажет болады 3 жұмыртқаны жарып аламыз да. Үстіне қантымызды саламыз. Және де көз мөлшерімен сүт құямыз. Енді ұнымызды және де қопсытқышты салып араластырамыз. Мен барлығын көз мөлшерімен салдым. Өте оңай рецепт. 5 минутта оладьиіңіз дайын болып шығатын болады. Және кішігірім сұйық май құйып, тағы да бір араластырып жібереміз. Енді табамызды қыздырып, кішкене май құйып, оладьилерімізді екі бетін жақсылап осылай қуырып аламыз. Міне оладьидің дайын болған түрі. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып қолдап кетсеңіздер. Рахмет.